Баршаңызға сәлем. Бұл видеодан құрма жемісінің адам ағзасына тигізер емдік қасиеттерімен қатар зиянды жақтары туралы да білетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, қазақша арнаға қолдау білдіріп, лайк басып, пайдалы ақпаратпен бөлісіп отыруларыңызды сұраймыз. Ал біз болсақ, әрі қарай жалғастырайық. Қазіргі кезде құрманың бірнеше кең таралған сорттары бар. Бірінші түрі кеңлет немесе шоколадты құрма. Жемістері тоқымайды, дөңгелек пішінді, апельсин қабығы және қоңыр етті болып келеді. Құрманың түсі төмен болған сайын ол шырынды бола түседі. Өгіз жүрек құрмасы пермонды қызанақ сортына ұқсастығы үшін көп адамдар оны ұнатады. Өнімді тасымалдау және сақтау қиынға соғады, жемісі себебі жұмсақ. Сығылған кезде тез жарылып кетеді. Жаным құрмасы пішіні жағынан мандаринге ұқсас, ал бал тондары дәмі бойынша ерекшеленеді. Бұл құрманың тұқымы жоқ, сондықтан оған сұраныс үлкен. Түймедақ немесе құрыш құрмасы піскен сайын қарайып кететін апельсин еті секілді болып келетін алғашқы сорт. Жемісінің іші гүл жапырақтары тәрізді бөліктерге бөлінген. Қытай құрмасы жемісі айналасындағы ойығы бар, ерекше конустық пішінді келеді, қалың тері және өте тәтті емес еттері бар. Елімізде танымал басқа да бірнеше құрманың түрлері кездеседі. Құрмадағы энергетикалық құндылығы мен дәрумендерге тоқталып кетейік. Жемістің құрамында көптеген пайдалы заттары бар. Бір ғана құрманың құрамында ақуыздар 0,5 кал, май 0,4 кал, көмірсулар 15,3 кал кіреді. Құрманың қандай пайдасы бар деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Сіз құрма, инфаркт, варикозды тамырлар және жирбейдің алдын алуға көмектесетінін білесіз бе? Күнделікті рұқсат етілген мөлшері 700 граммды құрайды. Мөлшеріне байланысты 2 немесе 3 жемісті күнделікті жеп отыруға болады. Және бұл иммунитетті қолдау, көру қабілетін жақсарту және көңіл-күйді жақсарту үшін жеткілікті. Бүгінгі күні осы пайдалы жидекті сатып алдың кем дегенде 10 себебін біле жүріңіз. Бірінші кезекте асқартуға ықпал етеді. Көкөністер мен жемістердегі талшық токсин кетіреді, ішектерді ынталандырады және асқазан сөлінің бөлінуін күшейтеді. Алайда құрма құрамында тіндер бар, егер олар асқазаны әлсіз болса, асқартуды бәсеңдетеді, ішек өтімсіздігін тудыруы да мүмкін және асқазанда ауырсынуды тудырады. Сондықтан құрманы 3 жасқа дейінгі асқартуы әлі дұрыс дамымаған балаларға беруге кеңес берілмейді. Екінші кезекте құрма қанға пайдалы. Стресс пен дұрыс тамақтанбау қандағы гемоглобин төмендеткен кезде анемияның дамуына келуі мүмкін. Негізгі белгілері бас айналу, ұйқышылдық, апатия. Мұндай жағдайларда дәрігер тағайындалған емдеуден басқа құрма рационына қосылуы мүмкін. Бұл қызыл қан жасушалары шығаруға көмектеседі, сұйылтады, қанды жылдамдатады және тазартады. Денесі оттегімен байытылады, қысым тұрақты болады және денсаулық жағдайы жақсарады. Үшінші кезекте қан тамырларының серпімдігін жоғартады. Қан тамырларының серпімдігін арттыру үшін С, П және П дәрумендері қолданылу қажет. Олардың барлығы құрмада кездеседі. С дәрумені жемістерінің жалпы витаминді құрамының 20%-ын құрайды. Сонымен қатар жоғарыда айтылған құрма қанды жылдамдатады, ағып кетуі күшейтеді және оның тоқырауына жол бермейді. Сондықтан егер сізде варикозды немесе розацея бейімділік болса, құрма жемісін диетаға қосу ұсынылады. Төртінші кезекте перманың көзі көру қабілетін жақсартады. Ұрықтағы А дәрумені мен бета-каротин көз бұлшық етін күшейтеді және тіндердің қалпына келтуін жеделдетеді. Перманың құрамында зооксазин бар. Бұл молекуларлық деградация мен катаракта қаупін азайтады. Бұл зат көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Ақш ұлттық көз институтының зерттеулері де осыны растап отыр. Бесінші кезекте бұл құрма йод көзі болып табылады. Эндокриндік жүйенің проблемалары салмақ қосудың бір факторы. Қалқанша безінің қалыпты жұмыс істеу үшін йод қажет, ал құрма құрамына 100% грамм өнімге 30 микрограмм осы элемент бар. Йодтың жетіспеушілігі ми проблемалы әсер етуі мүмкін. Балалардың ақыл-ойы мен физикалық дамуын бәсеңдетеді деп ескертеді дәрігерлер. Адамға күніне 1 килограмм дене салмағына 2-2,5 микрограмм йод қажет, ал жүкті немесе емізетін әйелдерге эндокринологиялық зерттеулер орталығы күніне кем дегенде 250 грамм йод тұтынуға кеңес береді. Алтыншы кезекте ферманың мөлшері ағзада жиналған артық заттарды кетіруге көмектеседі. Құрмадағы магний мен кальций экстраторлық және несеп жыныс жүйелерін қолдайды. Жемісі күнделікті тұтыну арқылы
арқылы сіз бүйрек тастарының пайда болу қаупін азайтасыз. Құрма ағзадағы артық тұздарды кетіруге және аяқ пен қолдың ісінуін кетіруге көмектеседі. 7-ші кезекте құрма жүректі нығайтады. Иерусалимдегі Еврей университеті ғалымдардың зерттеулері күніне бір құрма жемісін жеу инфаркты даму ықтималдығын айтарлықтай төмендететінін дәлелдеді. Минералдар мен фенолды қосылыстар антраксерозбен күресу үшін қажет. Бұл инфаркт пен инсультқа әкелуі мүмкін. Артерияларды блоктайды. 8-ші кезекте көңіл-күйді жақсартады. Жеміс құрамында В тобының дәрумендері бар. Олар сіз жүйке жүйесінің қалыпты жұмысы жасауы мүмкін емес. Құрманың құрамына кіретін триптофан, бақыт пен қуаныштың гормоны өндіруге қатысады. Күніне позитивті ойлар мен жақсы көңіл-күйде жүру үшін бір құрма немесе 2 құрма жеп отыру жеткілікті. 9-ші кезекте құрма иммунитетті қолдайды. Құрамда С дәрумені көп болғандықтан бір жемістегі тәуліктің мөлшері шамамен 80% құрма иммундық жүйені ынталандырады. Тәтті жидек денені саңырауқұлақ пен вирустық инфекциялардан қорғайтын аққан жасушалардың санын көбейтпейді. Бронхлардың ауру кезінде құрма ықтимал пневмониядан қорғап, шырышты белсенді түрде кетіруге көмек береді. Фермон шырынын суық пен шаю үшін қолдануға болады. 10-ші кезекте денені кальциймен қамтамасыз етеді. Кальций күшті сүйектерге, жүрек пен жүйке жүйесінің жұмысына өте қажет. Барлық сүйектер жыл сайын өте баяу жаңарады, және бұл үшін оларға кальций қажет. Сонымен қатар, егер бұл элемент тамақпен қамтамасыз етілмеген болса, онда дене оны сүйектен алады және тұтынады. 100 грамм құрма құрамында шамамен 127 микрограмм кальций бар. Бұл адамдар үшін күнделікті қажеттіліктің 11%-ын астамын құрайды. Егер құрма әлі де дұрыс піспеген болса, не істеу керек? Піспеген құрманы жегенді ұнататындар да аз емес. Алайда сіз осы жемісті сатып алған болсаңыз, оларды үйге пісіп жетілуге жеткізе аласыз. Құрманы қараңғы қапшыққа банандармен немесе алмалармен бірге салған дұрыс. 3-4 күннен кейін оны жұмсақ әрі тәтті етеді. Сондай-ақ жемістерді мұздатқышқа бір күн немесе керісінше жылы суға 12-14 сағатқа салып қоюға болады. Психологтар салмақ және тамақтан тәртібін түзету бойынша кеңесші диетологтардың айтуына кеңес берейік. Бірінші назар аударатын нәрсе жемістің түсі. Оның түсі ашық, қызғылт сары болуы керек. Құрма қатты болмау керек. Басқан кезде қолыңыздан құлап қалмайтын біреуін таңдау оңтайлы. Фермонды жеткілікті салқын жерде сақтау керек. Ең басты жемістерді мұздатпау керек. Елімізде құрма маусымы қазан айының соңынан басталады және желтоқсан қаңтарға дейін созылады. Егер сіз бұл жемісті маусымнан тыс сатып алсаңыз, ол қымбатырақ болады. Бірақ тағамды құндылығы өзгермейді. Әрине, құрма піскен кезде оларды сатып алу тиімді. Кез келген нәрсенің көптілігі кез келген адамға зиян тигізуі мүмкін. Мұнда әңгіме бір реттік емес, жүйелік артық жабдықтау туралы болып отырғанын түсіну керек. Сондықтан шамадан тыс құрманы жеуге де кеңес бермейді. Ферманың қарсы көрсетілімдері жоқ, бірақ сәл жоғарылауына байланысты метаболикалық синдром бар адамдарда оны айналып өтеді. Сонымен бірге мұндай тағамдарды алып тастаудың қажеті жоқ. Өйткені дұрыс тамақтандудың басты міндеті әртүрлі тағамдарды қабылдау. Сондықтан егер сізде қантты диабет болса, құрамында көтерілсе, оларды басқа тағамдармен бірге жеп көріңіз. Бұл тағамдарға май, ақуыз немесе талшықтан тұратын тағамдарды қосуға болады. Жемістерді, оның ішінде құрма, тұтыну салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Қазіргі әлемде жеміс-жидек салмағын жоғалтатындардың көпшілігінің арасында қара тізімге енгізілгені негізсіз. Шындығында оларды қорқудың қажеті жоқ. Бұл дәрумен мен қоректік заттардың қоймасы. Мысалы, басқа қалалардың статистиканы сүйенетін болсақ, жемістердің қажетті мөлшермен тамақтанбайтындығын растайды. Сондықтан адамдардың көпшілігі адамның салмағын жоғалтқанына қарай бұның тұтыну мөлшері де азаяды. Сондықтан кез келген жемісті өз мөлшерінде тұтынып отыруға кеңес береміз. Денсаулық бізге берілген ең қымбат сый, сол үшін де әр дерттің алдын алуда дәрігермен кеңес ала отырып ем қабылдағаныңыз абзал. Сіздермен ақпарат бөліскен денсаулық зор байлық арнасы. Келесі кездескенше оқырман. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.